Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Оралда көлік ұрлап, полициядан қашқан жүргізуші бір адамның өліміне себепкер болды. Орал қаласының тұрғыны ақ түсті Renault Logan автокөлігін ұрлап айдап кеткен деп хабарлайды Turkistan.kz порталы. БқО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткендей, оқиға 1 қыркүйек күні болған. Күдікті жол қозғалысы ережелеріне өтекел бұзып, жолдағы басқа қатысушылардың қауіп төндіргені және полиция қызметкерлері тоқтату туралы заң қабылдағанда бағынбаған. Назарбаев көшесінің бойында бағытында тынышып тұрған тыйым салынатын белгілерде елемей, Назарбаев пен Қараев көшелері қиылысында Лада Гранта, Лада Ларгус автокөліктерімен соқтығысқан. Осы жол көлік оқиғасы салдарынан Лада Гранта автокөлігінің жүргізушісі ауыр жарақат алып, ауруханада қайтыс болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.